بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kişi aldığın sağlıkta biz жаңағы неге пайдаға келіп тоқтаған болатын едік. Осы сабағымызда сол пайданы жалғастырып кетейік. Иә? Так, пайдадан дейді. ما كان في نفسك فهو يسمى حديث النفس. Yani senin ішіңдегі айтылған нәрсе ол حديث النفس деп айтылады. Yani адамның өзінің ойланатын нәрсесі, іштен ой келіп тұратын нәрсесі ол حديث النفس деп айтылады. Ал енді ишара дейді. Ал ишара يمكن والإشارة يمكن أن تسمى قول. енді ишараны қаул деп айтса болады дейді. Қаул деген сөз деп те аударсақ болады, белгі деп те аударсақ болады. Жаңағы белгі деп аударылса да болады. ولكنها لا تسمى كلام. бірақ ол кәлам деп аталмайды. Кәлам деп аталмайды. айтады. مثل سألت زيدا فقال برأسي هكذا. Yani мен Зейдтен сұрадым. Зейд басымен иә деп айтты дейді. Иә? Наам, ла. Yani баспен иә, болмаса жоқ. Келісімін көрсетті, болмаса не қылды? Жоқ деп ишара етті. Кейіннен тағы да бір мысал. إنما كان يكفيك أن الحمد إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. يعني حديث تيمم. يعني حديث تيمم жайында хадис келген кезде қолмен былай ишарат етсең болады. Белгі не дейді? Тақул. Қолмен осылай істесең болады деп мысал келтіріп жатыр бұл кісі. Кейін айтады. Ал енді истилахта, яғни терминдік мағынада истилахта істетілетін сөз. Біз кәлам жайлы сөйлеп жатырмыз. Кәлам. Бірінші кәлима жайлы сөйледік. Енді кәлам жайлы айтып жатыр ұстаз. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني бұл жаңағы мәтінде Мұхаммед ибн Ажрум жаңағы Сенхажи сол кісінің несі анықтамасын айтып жатыр. Яғни ол кісі истилахи несін анықтамасын мәтінде келтірген. Қаулуна лафзун дейді. Қаулуна лафзун لابد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف дейді. Yani lafz degenimiz deydi ол صوت, دауыс, مشتملا على بعض الحروف. Неге негізделген, өзінің ішіне қамтыған нені? Әріптерді қамтыған дауыс. Ал дейді فالسعال والعطس ليس لفظا. Yani жөтел, маса жаңағы түшкіру, ол ләпізді басында айттық қой. Ләпіз ауыздан шыққан бүткіл дауыс, лақтыру деген сөз мағынаны білдіреді деп. Тілдік мағынада. Енді сол аузынан шыққан дауыс, бірақ ол жөтел ғой, жөтел дауыс қой. Түшкіру де дауыс. Басқа да қаққаға, яғни қақыр не қылу жаңағындай. Ауыздан шығатын басқа дауыстардың барлығы, қалған барлығы ләпіз деп аталмайды. Ләйсі ләфзан дейді. Яғни ләфіздің истилахи анықтамасында олай анықталмайды. Лұғауи анықтамасында ләфіз жаңағы лақтыру, ол лұғауи анықтамасында кіруі мүмкін. Ал неде? Истилахи мағынасында ләфізге кірмейді. لأنه لا يشتمل على حروف. Yani ne? Ол неге? Әріптерге негізделмеген. Әріп өзінің ішіне қамтымайды. Енді қаулуна мураккаб. Yani жаңағы әл-мураккаб вәл-муфид.
ne dedik? Kalam huwa lafzul murakkab mufid dedik ya. Bil vada. Endi shu yerda murakkab degan so'zni aytadi. Wa huwa allazi yatakawwanu min juz'ayni aw akthar. O bir bo'lakdan, ya'ni bir so'zdan bo'lmasa, bir so'zdan deb qo'y, ikki so'zdan bo'lmasa odan ko'proq so'zlardan turadigan turuvini bildiradi. Ya'ni murakkab deganimiz sol. Turuv kerak. La min juz'in wahidin. Ya'ni bir bo'lakdan tursa, ol murakkab bo'lib sanalmaydi. Murakkab degan tirkes so'z, tirkes bo'lishi kerak. فالكلام يتكون من كلمتين أو أكثر. Yani kelam deydi ne oldu? İki sözden kelimeteyn olmasa odan ko'proq so'zlardan turadi deydi. Ve la yumkinu an yetekavvana el-kelamu min kelimetin vahidetin. Yani bir sözden kelimetin vahidetin tursa ol kelam bir sözden turu mümkün emas deydi. La yumkinu deydi. Hargaray. وأقل ما يتكون منه الكلام deydi isman. Eng az degende kalam iki ismdan turadi. İki ismdan turadi. Zeydun maridun, misal mislu Zeydun maridun, al-bustanu jamilun, al-jumlatu sahihatun. Masa fi'l min yetishtikpen ismdan turadi. Yani misali raja'a tabibun, raja'a tabibun, ja'a zeydun, صلى محمد. ولا يمكن أن يتكون الكلام من فعلين. كلامның yani reç деп отырайық ше. Arap reç деген орысша, қазақша қалай болатынын білмедім. Енді арабская речь может не состоит дейді. Екі етістіктен тұруы мүмкін емес. Арабша сөйлем және де вала мен харфайн екі жаңағы харф деп кейіннен келеді. Харфтың анықтамасы екі харфтан тұруы мүмкін емес. Вала мен харфин ва фи'лин, яғни не harf және фи'лдан тұруы мүмкін емес дейді. Вала мен харфин ва исмин, және де есіммен және харфтан тұруы мүмкін емес дейді. Фаида дейді. يمكن أن تكون إحدى الكلمتين مقدرة لا تظهر في اللفظ. Yani пайдадан дейді мүмкін bir söz, сол жаңағы кәлам айтылып атқан сөздің біреуі жоқ болуы мүмкін. Мұқаддара, яғни жасырын болуы мүмкін дейді. Мысалы ол қандай кездерде? Ол да кәлам болып саналады. Мысалы ұхруж деп фи'л амр келген кезде, ұхруж деп айтасыз, шық деп айтасыз. Яғни сен шық деген сөз. Сен деген сөз жасырын тұр. Болса, саған сенен сұраса біреу, ман хада, яғни мынау кім десе, алиюн десе, онда не қылады? Хада алиюн деген сөз. Яғни хада жасырын тұрады. Сол сияқты нәрселер. Мына жерде тағы да бір не бар? Мауда негізі осы жерде кішкене айтып кететін нәрсе бар. Бірақ ол болашақта айтылар жарайды. Қаулына муфид, яғни жаңағы үшінші анықтамасы, үшінші бөлігі анықтамасы муфид. Біз кәлиманың анықтамасы, кәламның анықтамасы мәтінде келгенде әл-кәлам хуа лафзул мураккабул муфиду бил вад'i, яғни соның муфид деген талқылап жатыр. Әй дейді аллази ядуллука аля фаидатин яхсуну сукуту алейха. Яғни сенің сөйлеген сөзің, яғни бұның тағы да арғы айты, сен бүйтіп жаңағы бір пайда алып келеді өзімен бірге. Құр босқа сөйленбейді. Яғни ол сөздің ішінде бір мағына бар.
أي إذا سكت المتكلم بعده لم ينتظر السامع تتمة لما قاله deydi. Yani adam ne kalmaydı? Adam bitip toktap kalma yani arjağında bir narseni kütüp kalmaydı. Yani толықтай bir пайдасын жеткізетін сөйлем. Муфид деген, yani артынан адам тағы да бірдеңке сөйлеушіден тағы да бірдеңке күтіп қалмайды. Ya, الذي يدلك على فائدة يحسن سكوت يعني سكوت عليها. إذا سكت المتكلم يعني егерде жаңағы сөйлеп жатқан адам тоқтаса ләм янтадирис сәмиу яғни естіп тұрған адам тәтиммәтен лима қалаху яғни ары қарай тағы да бүйтіп тұрып қалмайды, күтіп қалмайды деген, яғни түсінікті ол нәрсе. Иә, оған бір пайдалы бір информация, ақпарат беріледі. Мысалы дейді, жаа зейдун, зейд келді, бұмен хабар беріледі бізге зейд келгендігі жайлы. Әл-матар шадид, жаңбыр қатты жауып жатыр. Ана фил масжид, мен мешіттің ішіндемін деген сияқты. Так, وليس من الكلام المفيد дейді, не дейді, لفظ مركب ولكنه ليس مفيدا. Yani lafız var, murakkab yani birden көп, yani екі болмаса үш сөзден тұрады, бірақ та пайдасы жоқ. Сөздер кәлам болып саналмайды. Мына жаңағы неге мысал. Егер мұғалім келсе деп адам тоқтап қалады да, оны тыңдаушы адам қазір күтіп қалады, ар жағында бірдеңе бар ма, егер мұғалім келсе не болып қалады дегендей. Ин сәмиәта алиян, яғни егерде сен Алиді естісең, ары қарай не, қандай мысал, яғни қандай сөз, бір жаңағы адамға сөйлеуші адам өстіп сөйлесе, оны тыңдап жатқан адам оны күтіп қалады. Тағы артынан бір ақпарат бар ма деп. Сол сияқты нәрселер, яғни не екі-үш сөзден тұра ма, екі-үш сөзден тұрады. Ләпіз ба, ләпіз. Не? Енді пайдасы бар ма? Пайдасыз. Сол пайдасы, яғни толық ой толық аяқталған жоқ. Осылай дұрыс болады. Толық ой аяқталмаған болса, онда ол не болып саналмайды? Жаңағы не болып саналмайды? Жаңағы муфид болып саналмайды. Үшінші шарт орындалмаған болады. Ары қарай мына жерде не дейді? فإن أكمل المتكلم كلامه صار مفيدا. يعني إذا حضر المعلم سكت الطلاب. Yani meni қалған сөйлемнің жалғасын айтып жатыр. Егерде мұғалім келсе, егер мұғалім келген жағдайда нелер, оқушылар тынышталады дейді. Yani olsun, бұл пайдалы сөйлем болып табылады. Енді bil-вада төртінші шарты, каламның төртінші шарты. Яқсиду бихил уламау амрайн. Екі нәрсе көзделеді. Бұл иншалла келесі сабаққа қалдырамыз. Төртінші шартын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.